Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ елі, ұстаздар және студенттер. Здравствуйте, уважаемые учителя и учащиеся. Good afternoon, teachers and students. Bonjour. Konnichiwa. Merhaba. Ni hao. Сіздерді келіп жеткен тілдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. 22 қыркүйек күні елімізде тілдер мерекесі деп аталып өтуде. 1998 жылы 20 қаңтарда елбасымыз республика халықтардың ұлттық байлығы деп тілді қорғау мақсатымен 22 қыркүйек күні Қазақстан халқының тілдер күні деп жариялаған еді. Таңытқан қазағымның қазақтығын, таңытқан қазағымның азаттығын, таңытқан қазағымның ғажаптығын, айналдым құдіретінен қазақ тілім. Тілі өлген ел, тірі өлген ел. Халықтың ұлттық сипаты тілінен көрініс табады. Өз тілімізді құрметтейік. Өзге тілдің бәрі білмесек те, олар туралы қызықты деректерді біле жүрейік. Әлемдегі ең қиын тілдер: Қытай, араб, вьетнам, тай, исландық, альбандық, жапон, гельдік, венгр және хорватия. Дүние жүзінде ресми тіл саны 6: Қытай тілі, ағылшын тілі, орыс тілі, испан тілі, француз тілі, араб тілі. Әлемде 6500-ге жуық тіл бар. Оның ішінде 2000 тілге құрып кету қаупі төніп тұр. Ұмытудан барынша алыс тілдер жайлы айтып өтсек, жер халқының жартысы пайдаланатын әлемдегі ең танымал 10 тілдердің тізімін ұсынамыз. Біріншісі орыс тілі. 260 миллион адам орыс тілінде сөйлейді. Оның ішінде 166 миллион адам үшін ол ана тілі болып табылады. Ең танымал славян тілі. Еуропада ең кең тараған ресми мәртебеге ие. Екінші Қытай тілі. Онда сөйлейтін адамдардың саны бойынша абсолютті көшбасшы. Қытай тілі әлемдегі ең күрделі тіл болып табылады. Ол тілде тек қана Қытай ғана емес, Қытай Республикасында, Тайванда, Сингапурда, Гонконгта және бақылаудағы аумақтарда 1,5 миллиард адам сөйлеседі. Үшінші неміс тілі. 105 миллионнан асатын сөйлеушілер жалпы саны 80 миллион дерлік. Тасымалдаушысы бар тіл. Төртінші ағылшын тілі. Еуропалық тілдік ортасына жататын және орта ғасырлық Британия аумағында халықаралық қарым-қатынас тілі бүкіл әлемде танымал. Жалпы алғанда онда шамамен 1,5 миллиард адам сөйлейді. Ал тағы 1 миллиард адам ол зерттеумен айналысады. Ағылшын тілін оқытудың маңыздылығы жыл сайын артып келеді. Бесінші испан тілі. Орта ғасырлық Кастилия аумағында пайда болған испан бүкіл әлем бойынша 470 миллион тасушылардың жалпы саны ең көп тараған роман тілі болып табылады. ақш-та испан тілін зерттеу бірнеше штаттағы мектеп бағдарламасына бір бөлігі. Алтыншы жапон тілі. Жапон тілінде сөйлейтін адамдардың жалпы саны шамамен 140 миллион. Тасушылардың көбінесе жапондықтар. Сондай-ақ Тайвань, Гуам, солтүстік және оңтүстік Корея, Перу, Бразилия, Австралия кейбір тұрғындары бұл тілге көптеген Азия және мұхит мемлекеттерін оқу үшін қолжетімді болып табылады. Ол Қытай студенттерінің арасында ең танымал. Оны 1 миллион адам оқытады. Жетінші португал тілі. Бұл тілде тек Португалия ғана емес, бір кездері Португал колониялары қызмет еткен көптеген елдерде сөйлейді. Сегізінші араб тілі. Әлемде екінші күрделі тіл болып табылады. Араб тілі күнделікті қарым-қатынас үшін 240 миллион астам адам пайдаланады. Классикалық нұсқасы тіл Құран. Діни мақсатта қолданады. Екінші тіл ретінде оны 50 миллион адам пайдаланады. Араб тілінде қытайлықтан сәл төмен. Себебі араб жазуын тану және ұзақ және қиын болып табылады. Тоғызыншы бенгаль тілі. Еуропалық отбасының көптеген тілдерінің бірі. Онда Бангладеш пен Үндістан батыс бенглия сөйлейді. Оның туған туыстарын санайтын тасымалдаушылардың жалпы саны 250 миллион адамнан асады. 10-шы хинди және урду. Олардың танымалдығын жеткізушілердің көптеген байланысты. Себебі бұл Үндістан мен Пәкістан ресми тілдері. Олардың халқының жалпы саны 1,5 миллиард адамнан асады. Туған тілім тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар сөз ойдағы. Өссе тілім мен де бірге өсемін, өссе тілім мен де бірге өшемін. Все мы родились в одной прекрасной стране, мы говорим на разных языках, и все потому, что Казахстан – многонациональное государство. Сегодня мы празднуем День языков, праздник, посвященный Дню языков народов Казахстана. English is a world language. It's a language of progress in science and technology, trade and cultural relations, commerce and business. English is spoken by more than 350 million people. Қымбат маған ана тілім, ал тілім. Қымбат маған дана тілім, ар тілім. Ақ сүтімен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақ тұтар алтыным. Ана тілін жырлап өткен талайлар,
жырлап өткен ыбыраймен абайлар. Қасиетті менің ана тілімде, өшпес мәңгі алаулаған арай бар. Өлең зірмен арайланса таугіліп, ардақтарды жырлап өтем ән қылып. Мағжан, Қасым, Мұқағали жырларын жалғастырып жаза берем мәңгілік. Oh friend, unseen, unborn, unknown, student of sweet English tongue, read out my words at night alone. I was a poet, I was young, since I can never see your face and never shake by the hand. I sent my soul through time and space to greet you, you will understand. Тіл, сөз дегеніміз ата-бабамыздан келе жатқан ел дәстүрі. Тіл қасиетті, қасиетті де киелі. Бұл қасиеттер бойға ананың ақ сүтін дариды. Тіл өшпейді, қандай қиындықта да өміршең күй кеше береді. Ана тілің арым. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Мой верный друг коварный, мой царь, мой раб, родной язык. Мои стихи, как дым альтарный, как вызов яростный выкрик. Ана тілім ардақтым қасиетім, ана тілім құдірет бас иетің. Ана тілін сақтайық, көтерейік, ата-баба аманат өсиеті. Қазақстан көпұлтты мемлекет. Қазіргі таңда елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. 1995 жылы ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномен Қазақстанның халықтар ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси зор құрылым. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан, барлық ұлттың баласы, достығымыз жарасқан. Тілі бөлек болғанымен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек гүл, Қазақстан барлы ұста шаныра, шаттығымыз шайқамастан тіреп тұр. Абай писал: человек, изучивший культуру и язык иного народа, становится с ним равноправным. И действительно, его слова нашли подтверждение в жизни. Сегодня, независимо от национальной принадлежности, и русские, и казахи, люди других национальностей, проживающие в нашей стране, обладают равными правами. Правом голоса, правом выбора, правом на труд, медицинское обслуживание, правом на защиту. Хорошие знания и развитие родного языка, умение пользоваться выразительными средствами иностранных языков и самая лучшая опора для каждого человека в его общественной и творческой деятельности. Ана тіліміз қазірді үлкен өріске жол тартты. Біздің мақсатымыз ана тілімізді қадірлеу, мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру. Қымбатты шәкірттер, өзінің байлығы, сұлулығы жағынан, екенділігі жағынан дүние жүзінде озық тілдермен теңдесе алатын ол ана тіліміз. Оқу, білім, еңбек жолында ана тілінің қамқоры бола біліңіздер. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш, тіл мәртебесі биік болсын ағайын.